Әлия Молдағұлова атындағы нөмір 34-ші жалпы орта мектебінің түлегі Үркімбаева Жанна 2013-2014 жылы мектебіміздің түлегі. Жанна 2014 жылы мектебімізді үздік аяқтап алтын белгісін алып, сол жылы еліміздегі жоғары оқу орындарының ішіндегі Қарашаңдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің география факультетіне оқуға түсті. Жалпы Жанна мектебімізде оқыған жылдары өзінің білімділігімен, қоғамдық жұмыстарға белсене қатысумен ерекше көзге түсті. Жанна оқу орнын үздік аяқтап, бакалавр, одан кейін 2 жыл магистратурасын оқыды сол оқу орнын. Және оқу орнын аяқтағаннан кейін өз мамандығы бойынша табысты еңбек етіп келе жатыр. Мен Үркімбаева Жаннаға алдағы уақытта тек қана жұмысында шығармашылық табыс тілеймін. Жанна қай кезде де мектебіміздің атын тек қана жақсы жағынан шығарып, өзінің білімділігімен, іскерлігімен биік белестерді бағындырады деп мен сенім білдіремін. Мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің география және табиғатты пайдалану факультеті, география жерге орналастыру және кадастр кафедрасының аға оқытушысы Албатирова Гаухар Болатқызы боламын. Үркімбай Жанна біздің университетке 2014 жылы оқуға түсіп, география мамандығы бойынша 2018 жылы үздік дипломмен аяқтады. Кейін оқуын 2018-2020 жылдар аралығында магистратурада оқыды. Жанна қоғамдық іс-шараларға белсене атсалысатын үздік студенттеріміздің бірі болды. Оқуын аяқтағаннан кейін 2020-2021 оқу жылында университетімізде, кафедрамызда оқытушы қызметін атқарды. Үздік жас маман сайысында Үркімбай Жаннаға сәттілік